Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда Алматы, яғни бұрынғы Жетісу облысына дүниеге келген. 1930 жылы Алматыдағы номер 14 орта мектепті бітіргеннен кейін 1931-1936 жылдары Қазақстан өлкелік комсомол комитеті Дінмұхамед Қонаевты Мәскеудің түсті металл институтына оқуға жібереді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1939 жылы Лениногор кен басқармасының директор қызметін атқарды. Және де ол сол жылы ККП мүшелігіне қабылданды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев тарих беттерінде 1942-1952 жылдары Қазақ КСР министрлігінің төрағасының орынбасары болып сайланған болды. 1960-1986 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Дінмұхамед Қонаев өз заманының ұлы саясаткері бола білді. Ол билік басында болған уақыт қайшылықты, күрделі. Қарама-қайшылықты болғанымен елдің экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылымын, ұлттық мәдениетін дамыту ісіне айтулы еңбек сіңірді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ел басқарған жылдары кең байтақ қазақ жерінде 68 жұмысшылар кенті мен 43 қала пайда болды. Дінмұхамед Қонаевтың алған марапаттары: 3 мәрте социалистік еңбек ері, Ленин ордені, еңбек қызыл ту ордені, медальдар. 1986 жыл 16 желтоқсан күні Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшылығынан босатылып, орнына Кобин тағайындалды. Бұған қарсы болған қазақ жастарының желтоқсан көтерілісі орын алды. 1987 жыл маусымдағы пленумда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Қазақстан орталық компартиясының бірінші хатшылығының кезінде республиканы дұрыс басқармады деген сылтаумен ККП мүшелігінен босатылады.